Сәлеметсіздер ме? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің электронды поштам. Бүгінгі сабақта сіздер тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап бересіздер және мәтін құрауда жалғау түрлерін дұрыс жалғайсыздар. Сабағымыздың жаңа сөздерімен таныс болайық. Хабарлама, сообщение, көшірме, копия, жылдамдық, скорость, тіркелу, регистрация либо зарегистрироваться, почта ашу, открыть почту. Сонымен бірінші тапсырмамыз, айтылым тапсырмасы. Сұрақтарға жауап беріңіздер. Сенің электронды поштаң бар ма? Электронды поштаны өзің аштың ба? Досыңның электронды поштасы бар ма? Досыңмен электронды пошта арқылы хабарласасың ба? Дұрыс жауап берді деген ойдамын. Олай болса, өздеріңді тексеріңіздер. Келесі суреттегі белгілер қандай мағына береді? Олардың айырмашылығы бар ма? Қараңыздар суретке және оның айырмашылығын айтып беріңіздер. Жарайсыздар. Олай болса, ықтимал жауапқа назар аударыңыздар. Олай болса, келесі диалогты рөлге бөліп оқыңыздар. Әлібек, сенің электронды поштаң бар ма? Әрине бар, сеніңше. Менің электронды поштам жоқ. Маған пошта ашып берші, оны қалай ашады? Оны ашу оңай, 10-15 минут уақыт кетеді. Шын ба? Қалай ашуға болады? Бірінші пошталық серверді таңдаймыз. Екінші пошта ашу жазуын тауып, тінтуірдің оң жағын басамыз. Пошта жәшігі ашылды ма? Жоқ. Үшінші ашылған терезеге аты жөніңді, логиніңді жазамыз. Электронды поштаңа құпия сөз қоюың керек. Қандай сөзді таңдайсың? Ол не үшін керек? Сенің поштаңды басқа адамдар ашпау үшін құпия сөз қажет. Менің туған күнімді жазайық. Төртіншіден соңғы терезеге сенің телефон нөмірін жазамыз. Тіркелу деген сөзді тінтуірмен басамыз. Болды, енді сенің жеке электронды поштаң бар. Өзіңнің жақын достарыңа хабарлама жаза бер. Құттықтаймын. Рахмет, Әлібек, сен нағыз доссың. Енді осы диалог бойынша 4-ші тапсырманы орындаңыздар. Мәтіндегі қою қаріппен жазған сөздерге сұрақ қой. Жаңа сөздердің аудармасын тап. Орындап болсаңыздар, өздеріңізді тексеріңіздер. Келесі жазылым тапсырмасында үлгіге қарап, мәтіннен тәуелді жалғаулы сөздерді табыңыздар. Оны тіркесіп тұрған сөздермен бірге теріп жазыңыздар. Керемет. Өздеріңізді тексеріңіздер. 6-шы айтылым тапсырмасында электронды пошта ашу үшін төмендегі сауалнаманы толтырыңыздар. 7-ші тапсырма ол жағдаят тапсырмасы. Досың электронды пошта ашуға көмектесуін өтінді. Енді алдындағы оқыған мәтінге сүйеніп, оған электронды пошта ашудың жолын түсіндір. Сөзіңде жалғаулықтарды қолдан. Жарайсыздар. Ықтимал жауаппен өз жауаптарыңызды салыстырыңыздар. 8-ші тапсырмада сөйлемдегі көптіктен орнына ілік септігінің жалғауларын қойып жазыңыздар.
Бұл тапсырманы дұрыс орындады деген ойдамын. Келесі тапсырманы орындауға көшейік. Бұл тапсырмада сұрақтарға жауап беріп, көршілеріңізбен диалог құрыңыздар. Тамаша. Өздеріңізді тексеріңіздер. 10-шы тапсырма. Сөздерге ілік септігін жалғауын жалғаңыздар. Сол сөздермен қатыстырып, мәтін құрап жазыңыздар. Өздеріңді тексеріңіздер. Келесі айтылым тапсырмасында кім жылдам ойыны? Мұғалім сіздерге электронды поштаға салынатын смайликтердің суретін көрсетеді, ал сіздер оның қандай мағына білдіретін тез айтыңыздар. Алдарыңызда ықтимал жауаптар, это примерные смайлики, ответы. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.